Мәкіштай осы Тоқпанов театрының бір дәуірін өзімен бірге арқалап жүрген мықты актрисамыз ғой. Біз жас кезімізде мен Қызылорда театрында жұмыс істедім. Сол кезде осы Жамбыл театрын айтқан кезде осы Жамбыл театрында бәленбай спектакль қойылыпты. Осындай болды деген кезде осы бір 2-3 актерлардың, актрисалардың аты аталатын. О кезде солай еді. Сонда осы Қарабай Шатқанбаев, Мәкен Рахымжанова, Испандияр Мұқышев деп осы біздің замандастарымыздың аты бірінші аталып тұратын. Сол кезде құлағымыз түрік жүріп, осы Мәкеннің ойнаған рөлдерін, оның жасаған образдарын газет арқылы, теледидар арқылы көріп отырып, шіркін-ай, осы актрисамен бірге жүріп, сахнада бірге тұрған актерларда арман бар ма екен деп ойлайтынбыз. О кезде жаспыз ғой. Сол кездегі Мәкеннің сахнадағы келбеті, ол осы театр үшін жаратылған адам негізі. Сол сахнадағы жасаған образдары, оның бүкіл болмысы тек театр үшін. Тағдыры қандай қиын болса да, қандай қиын кезеңге тап болса да, ол театрды тастап кеткен жоқ. Жарына деген өзінің адал махаббатын осы сахнадағы өзінің образдары арқылы, өзінің жасаған бейнелері арқылы екеуін бірдей алып жүрді. Мінекей, Мәкеннің мықтылығы да, қайраткерлігі де, оның адалдығы да, оның аналық қасиеті де, актрисалық қасиеті де міне осында деп білем. Бұндай актрисалар шын мәнінде сирек туады. Бәлкім 100 жылда бір-ақ рет туатын шығар. Өйткені Мәкеннің бүкіл болмысы, бүкіл тағдыры осы театр. Сондықтан Мәкіш, мынау сенің өзіңнің мерейлі мерекең құтты болсын. Өзіңді, бақытыңды өз қолыңмен жасаған мықты қызың, қазақтың қызының бірісің ғой. Жұлдызың жарқырай берсін. Аман бол.